Сәлем достар! Бүгін мен сіздермен өте қарапайым, әрі дәмді, өте жұмсақ болатын кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге бір жұмыртқа қажет. Жұмыртқаны жарып, оған бір кесе шекерді қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай түрлі рецептерді көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей, шекерді жақсылап араластырамыз. Шекер толық еруі қажет. Одан кейін бір кесе сүт құятын боламыз. Оны да венчиктің көмегімен әбден араластырып аламыз. Әбден араластырып, шекердің барлығы еріп болғаннан кейін оған бір кесе май құйып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Бұл қарапайым рецепт үшін ешқандай таразы қажет емес. Жобалап барлығын көз мөлшермен алуымызға болады. Енді жақсылап араласқаннан соң қажетті ұнымызға қопсытқышты салып, оны да араластырамыз. Ұн мен қопсытқышты араластырып болған соң ыдысымызға електен өткізіп саламыз. Електен өткізсек, кексіміз өте жұмсақ болады. Одан кейін ұнымызды жайлап, түйіршік болмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Содан соң арнайы қалаған қалыптарыңызға салып, 180 градуста қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Мен бұл жерде қонжықтың қалпын таңдадым, себебі бұл қонжық кекспен өзіміздің тәтті балапандарымызды қуантуымызға болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, өте керемет қонжық кексіміз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Алда сіздерге пайдалы видеолар салатын боламын.